Құдам жақсы, құдағиымның мінезі жаман. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Меруерт Түсіпбаева құдағиы туралы шындығын айтқан екен. Бұл туралы Массагет KZ тілшісі жазды. Меруерт Түсіпбаева өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында, яғни Инстаграмда: "Бүгін құдамды шақырып жатырмын. Бірінші құдама съемға пісірейін дегем. Сосын ойланып, ойбай, ертең қызын бермей қойса, не дегенмен туған құдам ғой деп, қазы салып қойдым. Бешбармақпен салат жасаймын кешке. Негізі жай өзіміз отырып, шай ішеміз. Шынымды айтсам, құдам жақсы, құдағиым жаман", деді әнші. Танымал әнші әдетте супермаркетке бармайтынын, бірақ құдалары үшін баруға тура келгенін де жасырмады. "Негізі маңнұмға келмеуші едім. Құдам қызын бермей қоя ма деп, оған да келдім. Міне осындай жағдай достар. Құда болсаң шыда", деді Меруерт Түсіпбаева, маркет аралап жүріп. Құдасын құдақ ету процесі мұнымен аяқталмады. Меруерт Түсіпбаева тағы да әзілдеп, құдағиының кемшілігін айтып қалды. "Еттің майын алып тастап жатырмын, құдағиым семіріп кетпесін деп. Мен семіз адамдарды ұнатпаймын ғой. Семіз құдағи болсаң, мен сенің қызыңды алмаймын. Себебі қызы үнемі анасына ұқсайтын болады. Сол үшін бетіндегі майдың бүкілін бірақ жоғалттым. Бірақ құдалар кешігіп жатыр. Құдағиымның мінезі жаман. Құдаға негемін деп ойран салып жатқан сияқты. Құдам байғұс жуас өзі", деп құдағиын жамандап, құдасына жаны ашитынын білдірген екен әнші. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Меруерт Түсіпбаева ханым құдай қаласа ұлын үйлендірейін деп жатқан сияқты. Құдай қаласа той көрейік, құтты болсын деп айтамыз. Мен Меруерт ханымның Инстаграм парақшасына кірдім. 354 мың оқырманы бар екен. Кірдім, публикациялардан таппадым, жарияламаған екен. Сөйтсем история бөліміне салған. Ол жерден көріп, қарап шықтым. Қазір сіздер де дауысын ести аласыздар. Сіздерде сондай мүмкіндік болады. Достар, қалайсыздар? Міне, өзім бәрін елеп, өзім бәрін жасадым. Осы қамырды елеген кезде менің мамам сорпаның бетіндегі май бар ғой, ана қазыны пісірдім ғой. Соның майын қосады, ұн, жұмыртқа, соның бәрін қосып елейді. Сосын не осылай міне. Мен қазір мынау 4-ші. Мен тағы картошка қосам. Менің құдаларым бүгін опаздывают. Қыздар, сіздерге лайфхак. Кішкене сорпаның бетіндегі майдан қосасыздар. Су емес, кішкене сорпадан жұмыртқа, тұз, жұп-жұмсақ. Меруерт ханым әбден дайындалған ғой, құдаларын күтемін деп. Өзі қамыр жайған, сол қамыр жайған видеосын бөліскен. Сол жерде айтып жатқан сөзі, әлі де видеолары бар. Құдалар кешігіп жатыр. Құдағиым не жаманды? Құдаға не кием деп ойран салып жатқан сияқты. Құда байқұс жуас, өзі өте жуас. Менде міне бәрі дайын. Негізі менің ойымша бұл кісілер бір-бірімен баяғыдан араласатын сияқты. Жақсы таныс, мүмкін құрбылар шығар. Сол әзілдеп жатқан сияқты көрінді маған өзіме ше. Әлі де видеосы бар, енді құдағиының түскен видеосы да бар алдыда. Работает вот все мышцы. Мышцы ног, спины, живота. Вот я сейчас чувствую. Прям трясется одновременно. Слушай, как классно. Құдағиым келді, бірақ құдам жоқ, құда бросил, наконец-то. Все, теперь мы вдвоем. Бізге еркек шақ келмейтін сияқты. Нету. Күлкін айтамдар, ясыз ғой. Қайша Керейдің массажері. Қайша Керейдің массажері деген ғой. Енді Қайша Керей деген жігіт сол массажерді Меруерт ханымға сыйлаған екен. Бұл қандай массажер? Мен де бірінші рет көріп тұрмын, мында астына қойылады жерге. Үстіне тұрасың да екі аяқпен. Сөйтіп ана дірілдеп жатады ғой. Бұндайды мен алдында көрмеппін ешқандай жарнамадан. Сөйтіп жаңа денең бәрі бүлкілдеп тұрады да, сол жаңа ішіндегі майларды да құртады, денеңдегі майларды құртады, сондай сияқты енді мен түсінгенім бойынша. Соны мақтап тұр енді мына видеода. Ал оның үстінде құдағиы тұр. Сол жерде сөйлеп, бір-бірімен әзілдесіп, жаңағы күліп жатқан жайы бар. Она подарила мне, Джаном. Шикарно, прямо супер работает. Слушай, мне такое надо. Давай, покупай. Купим. Ал енді келесі видеосына өтейік. Достар, мен негізі қазыны кәдімгі Түрксиб деген базардан тапсырыс беріп, саламат бауырымнан алдыртамын.
сосын ана сәл кептіремін. В общем, у меня есть своя технология. Қалада отырып осылай сурет сияқты беремін. Өте дәм деп мені мақтап жатыр құдағи. Рас айт. В общем, жаңа жерден қазы заказ берген, айтты, саламат деді ма, сол жерден заказ берген. Оны құдағилары дәмін татқан, ауыз тиген. Сөйтіп, өте жақсы, керемет қаз екен деп мақтаған. Сол қазының да видеосын салған екен историясына. Құда дегізген, құйрық майды жегізген деген музыка қойып қойып, енді авторский правоға ілініп кетіп жатпайық. Сөйтіп, дастарханды жайған, төрде құдасы отыр. Кіріп көрсеңіздер болады. Сөйтіп, Ғалия Байбосынова деген кісінің концертін салған, одан кейін тағы да бір видео бар. Кетті ана құда мен құдағи. Мен міне ыдыс жуып, жаңа ғана болып жатырмын. Ана құдағи даже көмектескен де жоқ маған. Ойлап тұрмын, алам ба, алмайм ба қыздар. Құдағиға тартса, қызы тоже жалқау болатын шығар. Кенже, күйеуін құшақтап ұйықтап жатқан шығар еще. Енді Меруерт ханым шындықты айтатын азаматша ретінде танимын өзім. Өзі кесіп айтады ойындағы бар сөзді. Бірақ та бұл жерде енді әзілдеп жатқан болар. Әзілің жарасса атыңмен ойна дейді ғой. Енді бұл кісі құдағимен ойнап жатқан сияқты. Құдай қаласа жақын арада сүйінші жаңалықта болып қалатын сияқты. Алла қаласа бауырымыз Меруерт ханымның ұлы үйленіп жатса, бұл үлкен қуаныш. Ең алдымен отбасы үшін қуаныш болады. Сосын тыңдармандарына, көрермендеріне Меруерт ханым тек қана әнші емес, актриса екенін де білеміз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мәдениет қайраткері. Бұл кісіні өзім қатты құрметтеймін, жақсы көремін. Шыншыл мінездері, өткір ойлары бәрі ұнайды. Өзі қоғамнан да алыс емес, қоғамға пайдалы өзінің ойларын айтып отырады. Жалпы Меруерт ханымға барлық жақсылықты тілеймін. Ұлы үйленіп, Құдай қаласа бесік той жасай берсін, немерелі болсын, қуаныштары таусылмасын. Құрметті қазақ елі, сіздерге де барлық жақсылықты тілеймін. Аман болыңыздар.